Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен бумажный доллар. Бізде бүгін новый видео и жаңа распаковка. Менде бір новинка, бірақ екі темаға бөлінеді. Бұл коллекция киіз. Мына осында киіз деген коллекциядан 4 пакетик. Зомби деген коллекциядан 4 пакетик. Білем, екеуі вообще екеуіне ұқсамайды бір-біріне. И вот бір күні киіз, бір күні зомби таңдаймыз. Бүгін давайте бірінші распаковкамызды басталайық, потом таңдап береміз. Бірінші бүгін біз бір коллекция аяқтаймыз өкінішке орай. И бұл бізде коллекция овощи и фрукты. Қоя берейін. Так. Новинкамызды түсіндіп қойын. Келесі коллекциясы так. Ламаны таңдап берейік. Лама. Бұл жерден осындай пакетик аламын. Келесі облако. Атын ұмытып қалдық қой. Так, облако. Бұл жерден вот осындай онша емес пакетик аламын. Мейкап коллекциясы. Мыналайын, макияж. Осындай стикерлермен. Консилер. Давайте мыналайық. Бірақ аюда тұстан деп тұр. Жөн почти болып шыққан. Онша емес. Келесі сердечко. Так. Шиуны, давайте фиолетовый алайық. Видео түсірмегеніме көп болды. Уақыт жоқ. Так, новинка. Так, бүгін давайте киіз деген коллекциядан аламыз. Ой, то есть киіз емес, зомби. Вот осындай пакетик. Открывашкасы. Новый скотч алғам, просто вот. Декоративный. Новый скотчка. Скорите ма? Қазір. Вот осындай 3 скотч алғам. 60 теңгеден. Алма. Жұлдыз и сердечко. Вот. Осындай скотч алдым. Вот. Менің каталогым. Так, бірінші коллекция. Әрине фруктовый овощи деп ойлаймын. Так, бұрынғы коллекциялар. Так, фруктовый овощи қаяқта пакетик. То есть ол коллекция қаяқта. Осы номерге түседі бүгін. Қандай секреттерді мен ұмытып қалдым. Өткен істегеніме уже көп болды. Вот. Егені шетіндерді алдым. Жарайды. Күшті ашылды. Номер 2, так, есіме түсірейін. Наверное, это клубника. Так, бірақ клубника жоқ. Нет, клубника. Дәнектерін істеуге тырысқанмын. Номер 2. Номер 2. Осылай. Келесі коллекция. Так, сердечко болу керек. Я. Біздің перфорациямыз. Так. Просто вот осылай обычно ашылады. Осы сердечкінің перфорациялары просто күшті ашылады. Вот в этот раз тоже күшті ашылды. Так, енді бұл бізде номері 8. Вот осындай жүрек. Онша емес болып қалған. Бұны біз номер 8 бар екен. Қазір. Қандай сонда болды? Жоқ. 6 екен. Мен бұл 8-ге жапсырып қойдым. Так, сынағалы. Ашет кішкен бір түрлі қылады. Көрмейтін 6-ға жапсырамыз, ананы 8-ге жапсырамыз. Сен 6-да тұрасың бесем. Жапсатын түрі бар ма? Кішкене кепсін.
номер 6-ға жабыстырамыз бұны өз орнына. Ал мынаны номер 8-ге. Клейлейміз. Кішкене өрлейін. Сегодня клей слишком, блин. Вот услайк, ну, значит, портовалдық, очень жаль, конечно. Түсіме састып қаппын. Консилят, біздің онша емес жаман. Адам ұқсайтын аюымызды ашамыз. Күшті. Так, номері 1. Номері 1-лер өте әдем болады. Вот осында ручка өте әдемі. Номері 1. Вот. Так, номер 1-ге жабыстырамыз. Вот осылай. Келесі макияж. Жоқ, облака. Тұс пакетик. Ашамыз. Perforations. Айта алмадым, просто вау. Күшті. Так, біздің осындай фиолетовый пакетимізден фиолетовый болды шықты. Сообщение түсіп жатыр, мән бермеңіздер. Так, номер 8. Пергаментпен жасаған бірінші коллекциям. Тоқтаңыздар, біз мейкап деген коллекцияны ұмытып кетіппіз. То есть қалдырып кеттік. Ладно, қазір ағала саламыз. Ештеңе болмайды. Так, вот аштым. Номері 8. Ой, теріс. Вот осылай. Так, мейкап коллекциямыз. Просто көрмей алады. Так, лайк. Так, ал енді біздің пакетик. Вот. Бұндай жүректермен енді ашайық. Деп қалды. Неге? Номері. Номері 3. И вот осындай айна. Так. Окей. Номері 3. Но неге жай жабысады? Келесі ашып қойдық. Лама. Өте күшті коллекция. Біздің пакетик. Обычный. Номері 6. Вот осындай лама. Обычный. Бұл осындай күшті коллекция болып келеді. Науняха. Новинка. Зомби. Осындай пакетик. Розовый мыймен. Күшті. Ұшып кетті. Мына шеттері неге ашылады? Білмеймін. Вот осындай розовый мый. Бұны әрине айтам, мен істеген жоқпын. Бұл мыйы арасында ең оншамесі. Қалғандары кейін ашқанда көреміз. Олар просто безіне күшті. Номері 4 әрине ең оншамесі болғаннан кейін. Вот осындай күшті коллекция болады. Осымен видео аяқталынады. Бәріңізге пока.